Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге екі ақша табу жолын көрсететін боламын. Ол ақша табу жолдарымен сіздер ешқандай қиындықсыз ақша таба аласыздар. Тек қана видеоның соңына дейін көріңіздер, сол кезде барлығын түсінесіздер. Ешқандай ақша салмай ақша табуға болады. Және де каналға әлі тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліңіз, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Біріншісі осындай сайт. Бұл сайттың ссылкасы менің телеграм каналымда болады. Бұл жерде не айтуға болады? Бұл жерде дәл осы сөздерді сіздер переводчикке салып, міндетті түрде басынан соңына дейін оқып шықсаңыздар болады. Барлығын түсініп алу үшін. Ал енді қараңыздар. Бірінші бұл жерге не жазамыз? Бұл жерге осы жерді полностью толтырып шығамыз. Мысалы, өзіңіздің атыңыз жазасыз, фамилияңыз жазасыз, Gmail почта жазасыз, контур Қазақстан тұра береді, одан кейін номер жазасыз. Мысалы, өзіңіздің қалаған номеріңізді жазасыз, просто былайынан. Дәл осылай. И пост код деген жерге сіздер ақша шығарған кездегі пароль жазасыздар. Мысалы 1 2 3 4 5 6 деген сияқты только сандардан тұрады. Username деген жерге өзіңіздің атыңызды жазсаңыз болады, немесе никнейміңізді жазсаңыз болады. Одан кейін паспорт жазасыз. Яғни пароль жазасыз, одан кейін парольді қайталап жазасыз. Одан кейін барлығымен келісемін деп басасыз, регистрация жасайсыз. Регистрация жасап болғаннан кейін қазір ары қарай өзімнің жеке кабинетіме кіріп көрсететін боламын. Ал енді қараңыздар, мен дәл қазір өзімнің жеке кабинетіме кірдім. Бұл жерде ең бірінші не істесеңіздер болады. Ең бірінші ағылшыншадан орысшаға аударып алсаңыздар болады. Әрине сіздерге ыңғайлы болатын болса. Міне орысша көрдім, аудардым. Енді планы деген жерге кіресіздер ең бірінші. Одан кейін сіздерге VIP 0-ді тегін ала аласыздар. VIP 0-ді өсін басасыздар, мен де басып қойғам, текущий план болып тұр. Ал бұл VIP 0-мен сіздер не істей аласыздар? Күніне 4 видео қарай аласыздар, және де қателеспесем 4 айға дейін қолдануға мүмкіндік бар. Енді қараңыздар, оны қалай қолданасыздар? Видео деген жерге кіресіздер, ADS деген жерге кіреміз. Осы жерден видеоларды көреміз. Қазір мен біреуін ғана көргенмін, үшеуі бар, менде басамыз. Бізге реклама шығады. Осы процент біткенге шейін күтуіміз керек. Қазір біткеннен кейін қайта оралам. Міне бітті, менде капча шықты. Енді тек қана 2 задания ғана қалды. Қазір 2-ін орындап болғаннан кейін ары қарай түсіндіретін болам. Мені қараңыздар, енді менде пустой, барлығын орындап шықтым. Енді панельге кіретін болсақ, менде 0.48 USDT тұр. Бұл 0.48 USDT-ні біз дәл қазір шығара алмаймыз. Минималды сумма бұл жерде шығаруға болатын $3. $3-ды біз ешқандай қиындықсыз шығарып ала аламыз. $3 болған кезде, мені көргендеріңіз, ограничение $3 мен $10,000 арасында деп тұр. Налог 1% налог ұстайды. Және де өздерінің телеграм группалары бар. Мен осы телеграм группадан просто скриндар көріп қалдым. Ешқандай қиындықсыз шығарып алып жатқан мені. Қазір мен телеграм группаларынан қайтып сайтқа келдім. Телеграм группалары қап-қара болып тұр видеода. Неге екенін білмеймін. Ол телеграм группада сіздерде кіріп көрсеңіздер болады. Ең басында регистрация жасайтын кезде сіздерге чаты тұрады и саппорт тұрады. Яғни телеграмның көмекшісі, сіздің көмекшіңіз телеграм арқылы сонымен байланыса аласыз. Одан кейін чатқа да тіркеле аласыз. Одан бөлек бұл жерде транзакция деген жерде біздің транзакцияларымыз тұрады. Яғни осы уақытқа дейін не істегендеріміз, көргендеріңізде мен 4 задания орындағам, 4-еуінде бар. Одан кейін реферал деген жерде, яғни біздің шақырған достарымыз, реферальный пользователи деген жерде бізге дос шақырған үшін қателеспесем бұлай ештеңе бермейді, тек қана процент. Если достарыңыз әрине ақша салатын болса, бұл жерге ақша салудың қажет жоқ. Минимальный сумманы тек қана бұлай жинап шығарып алуға болады. Дәл қазір болады, бірақ қанша уақыт істейтінін, қанша уақыттан кейін жабылатынын әлі ешкім білмейді. Сол себепті де тез үлгеріп қалуға болады деп өзім ойлаймын. Кім біледі, әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Сол себепті де өздеріңіз қараңыздар енді. Ал енді екінші приложение ол Aurum деп аталады. Aurumға ұзақ тоқталудың қажет жоқ деп ойлаймын. Бұл Aurum деген приложение жайлы көп адам біледі деп ойлаймын. Бұл приложениедан мен өзім қолданып жүргеніме жарты жылдан асты. Өте жақсы, болмаса да ақша табуға болады. Стабильный төлеп келе жатқанда баяғыдан болған. Бұл мой заработокта қалай жұмыс жасайсыздар, дәл сол секілді бұл жерде де жұмыс жасайсыздар. Мысалы, менің телеграм каналым арқылы осы приложение установка жасап алдыңыз, промокод жаздыңыз, сізге примерно 5-10 рубльдай бонус ретінде монета береді. Ал бұл жердегі монеталар қараңыздар. Бұл жерде 20 монета ол 2 рубли. 20 монета деген 2 рубли. Мысалы,
дәл қазір бізге осы заданияны орындағанымыз үшін 20 монета береді, ол 2 рубль. Мой заработокқа қарағанда бұл жерде сәл азырақ төлейді. Мысалы басамыз, осы приложениені ұсынып жасаймыз и отзыв жазамыз, болды, басқа ештеңе жасаудың қажеті жоқ. Одан кейін приложениені сразу өшіріп тастасаңыздар болады. Сол мой заработоктан не істедіңіздер, дәл солай істейсіздер. Начать задание деген баса, сізді Play Marketке жібереді, Play Markеттен скачать етесіз и қайтадан приложениеға кіресіз, қайтадан сол приложениеға кіресіз и Play Marketке кіресіз, отзыв жазасыз, болды. Дәл сондай заданиялар барлығы бірде. Минимальный сумма бұл жерде шығаруға болатын кивиға шығады 150 монета. 150 монета деген 15 рублей.